Сәлем достар, мен сіздерге мына программалардың қайсысымен қалай жұмыс жасау керектігін туралы айтып өтемін. Қысқаша әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын боламын. Сіздерге қысқаша ақпарат беріп өтейін. Canva-мен, яғни дайын фото, видео жасай аласыздар. Яғни бұның ішінде историяға, инстаграмға немесе фейсбукқа, логотип, ютуб баннер жасауымызға болады. Дайын нәрсені. Келесі писартпен мысалы тойға шақыру, қыз ұзату немесе сүндет той, бір жас деген сияқты туған күн дегендерге жасауымызға болады. Немесе басқа да фото, видео монтаждай аласыздар. Оның ішіне яғни поискке кіріп, өзіңізге керек фонды ала аласыздар. Енді мына жерде воши деп тұр. Вошиға бұл дайын видео. Дайын видеоға фотоңызды қоя саласыз. Немесе ішіне текстке кіріп, текстке өзіңіздің сөйлеміңізді, сөздеріңізді жазсаңыз, автоматически шығарып, анимациясын бірден қойып береді. Енді осылай сіздерге әрқайсына кейін жеке-жеке тоқталатын боламын. Өйткені сіздер көзбен көрмегесін қалай жасай аламыз деп тағы ойланып қаласыздар. Мен сіздерге мына жерден ең керекті ақпарат айтып өтейін. Қыздар, мысалы, әңгіме жасатын қыздар бар, мысалы, солар фото алуға болады. Немесе кухняда жұмыс жасайтын қыздар, ас пісетін кезінде сіздер фото қоюға кейде идея таппай қалып жатасыздар. Осы Pinterest'тің ішінен кіріп таңдауыңызға болады. Немесе жарнама жіберу үшін де сіздерге де фото керек, идея керек дегендей барлығын осы жерден алуыңызға болады. Видеоны да алуыңызға болады. Ол үшін мен сіздерге қазір Pinterest'ке кіріп, қалай алу керектігін туралы барлығын көрсететін боламын. Мына жерде Pinterest'ке басамыз. Кіргеннен кейін осы жерде мен алдында кухня деп қарағанмын. Мына жерде былай жазасыздар. Өзіңізге керекті сөйлемдеріңізді, мысалы, не іздеп жатсыздар, сол туралы жазасыздар. Мына жерге орысша жазсаңыз болады, қазақшалап та жазсаңыз болады. Орысша жазсаңыздар көп нәрсе шығады, ақпараттар ше. Енді осылай, мысалға, мына жерге мен тамаққа қандай ой, идея бар екен іздейтін боламын. Міне осы жерден. Міне өзімізге керекті осы жерден қарауымызға болады. Немесе мына үстін бір фотоның үстін бассаңыз, дәл сондай соған байланысты көп фон көрсететін болады сіздерге. Осылай идеяны қарап, осының ішінен тауып алсаңыздар болады. Міне мына жерде осыны сіздерге қалай скачать ету керектігін көрсететін боламын. Міне, мысалы, мына жерден үш точканы басасыздар. Міне, үш точканы басқаннан кейін скачать изображение деп тұр. Осыны басқаннан кейін автоматически сақталатын болады. Енді сақтап алдық. Өзімізге, мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Енді мына жұмыртқаны үстін бассаңыз, сізге жұмыртқа туралы көп ақпаратын беретін болады. Осылай әр фотоның, видеоның үстін басып отырсаңыз, өзіңізге керек нәрсесін іздеуіңізге болады. Мына жерден өзгертіп, өзіңізге керек нәрсенің бәрін іздесеңіз де болады. Мысалы, қыздар болсын, мысалы, жаңа айттым ғой, әңгіме жасатын қыздарға деп. Осының ішінен таптырмас идеялар көп. Сол тақырыпқа байланысты жазасыздар. Тақырыпқа байланысты жазғаннан кейін осылай сол фотолардың бәрі шығады. Міне осылай іздеп табасыздар. Енді мен сіздерге жаңа айтып өткендей әрқайсына жеке-жеке тоқталам деп айттым ғой сіздерге. Мен сіздерге CapCut-пен қалай жұмыс жасау керектігін бірінші содан бастайын. Қалғанын кейін үйрететін боламын. Мен сіздерге жаңа Pinterest'тен қалай фотоны скачать етіп алуды үйреткен болатым.
Енді осылай шақыру бетті жазамыз. Мына жерден фото ұнады, осы штучканы басып скачать етіп алдым. Енді келесі фотомда да солай таңдан фотомды скачать етіп аламыз. Штучка кіріп скачать еттім. Өзіңізге қанша фото керек, соның бәрін скачать етіп аламыз. Міне дайындап қойдым. Енді мен қайтадан CapCut'қа кіремін. Новый проект деп. Енді фотоның ішіне бана мен скачать етіп алған фотоларымды осы жерден біртіндеп әкелсем де болады, немесе барлығын бірден добавить етіп алсаңыздар болады. Мен біртіндеп әкеліп міне қойдым. Енді текст жазуым керек. Мысалға, тойға шақыру деп. Мен осы жерге жазып, өзімнің шрифттерін, түстерін бәрін өзгертіп алуыңызға болады. Анимациясын да қоюыңызға болады. Енді мына жерде стилдің ішіне кіріп, отступ деп тұр ғой. Соның ішіне кіргеннен размерін, арақашықтығын, барлығын осы жерден жөндеп алсаңыздар болады. Осылай строка дейтін. Мен сіздерге строкамен көрсетіп қойдым, өйткені түсінікті болсын деп. Енді мына жерде эффектке кіріп, өзіңіздің түстеріңіз таңдауыңызға болады. Мына жерде қай түс сәйкес келеді, соны қойып, шрифттерін, түстерін ұнаған қоясыздар. Келесі анимация кіреміз. Анимацияға қайсы әдемі анимация ойнайды, сол жерге қоямыз. Мысалы, төмен қойсаң тез ойылады, жаңағыдай жоғарылатсаңыз жай қимылдайды. Осылай скоростын келтіріп аламыз. Міне дайын болды уже. Қайттан кіріп өзгертсеңіз де болады. Енді келесі фотоны аламыз. Келесі фотоны добавить етіп алғаннан кейін фотоны алдық. Енді осы жерге біз наложение кіреміз. Екінші фотомызды аламыз. Қыз бен жігіттің, немесе қоймауыңызға да болады. Мен қойып жатып көрсетіп жатырмын, қойып. Енді осының үстін басып, мына жерде удалить фон деп тұр. Соның үстін басамыз да, мынаны өшіріп аламыз. Міне сізге дайындап берді. Енді осының кез келген жеріңізге ыңғайлап қойып аласыз. Үлкейтіп, кішірейтіп қолыңызбен. Міне осы жерге қойып. Енді мен келесі добавить тексті басамыз. Міне қыз бен жігіттің бас әріптерін жазып қоямыз. Енді осыны қолымызбен көтеріп, ретке келтіріп аламыз. Үлкейтіп, кішірейтіп, қалай ыңғайына келеді, солай жасап аламыз. Енді плюсикті басып, келесі фонды аламыз. Келесі фон қонақтарды шақыру. Шақыру лебізіңізді жазасыз осы жерде. Құрметті қонақ деп, жаңа отступтың ішіне кіріп, размерін келтіріп алсақ та болады. Немесе жазып болғаннан кейін келтіріп алсақ болады. Мен мына жерде шрифтін шамалы кішірейтіп қойдым, өйткені өзіме ыңғайлы болсын деп.
жазып болғаннан кейін жаңа стилдің ішіне кіріп отступқа кіреміз. Осы жердегі осылардың размерлерін, арақашықтығын барлығын реттейміз. Жаңа айтып өткендей, немесе түстерін де өзгертіп алсаңыз да болады. Осы жерден міне келтіріп аласыз. Енді бізге анимация керек, анимация қою үшін өзіңізге жазуыңыз әдемі көріну үшін соған қарай қоя аласыздар. Кез келген қойып көресіздер. Қайсы әдемі көрінеді, соны қойып шықсаңыздар болады. Енді бізге келесі фонды алуымыз керек. Енді біз бұл жерге мекен-жайымызды толық жазып өтуіміз керек. Жазып болғаннан кейін жаңа стилдің ішіне отступқа кіріп, бұның да размерін, арақашықтығын барлығын өзгертіп аласыздар. Жаңа айтып өткендей, цветтерін өзгертсеңіздер де болады. Енді анимацияны қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар болады. Өз еріктеріңіз. Ұнаса маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді сохранить етіп аламыз.